Мен сос болып отырмын ғой да, главный да. Қарын тарта тұрайын, аты жүгіретін адам деп қалайды. Так, біздің камера дейтін мынау ғой да. Мынау мынаяқтікі да. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде подкаст. Біз осы подкасттың аты осы уақытқа шейін болған жоқ. Осы жобада, осы жердегі отырған адамдармен және за кулисім отырған Мако дейтін браттың қатысуымен подкастқа ат қойдық. Подкасттың аты Тар подкаст. Бұл Тар подкастта қонақтар өзінің басынан өткен оқиғаларын айтады, немесе өзінің досының басынан өткен қызықты оқиғалармен бөлісуге болады. Бірақ өтірік айтуға болмайды, сосын барынша боқтауға болмайды. Өйткені монтажда мен кішкене қиналып қаламын оған енді. Боқтау болмай ма не? Болады саған. Бүгін бізде қонақта Қайрат, маркетолог, дизайнер, кәсіпкер, жетеді былай айтқанда. Жүгірген рахмет. Айтпақшы, марафонға қатысады, жүгіріп жүр. Бірақ результат көріп жатқан жоқпыз. Өсіп отыр. Екінші менің сол жағымда отқан, осы жерде отқан бәріміз құрдаспыз бар ғой. Дастан дейтін КВНщик, блогер, неше түрлі кәсіптердің амбассадоры. Дұрыс қой, амбассадорсың ғой? Дұрыс. Молодец. Айт сен. Илхом деп таниды енді көбісі. Дастан Естебаев. Үшінші өзім деп андай таныстырасың. Үшінші бізде Жарылға. Ол да тоже бывший КВНщик. Болды шынымен. Татыр. Қалай ол кул дэнс бейтобының? Бейтобының дұрыс е. Беделді. Кесті. Кул дэнспен танылар ғой, конкретно ғой. Жұрттың бәрі сөйтіп біледі. Бағдат десең, кул дэнс бе дейді. Қызықты оқиға кім бастап айтады? Давай мен бастап айтайын. Қысқаша бір оқиға айтып жіберейін. Дос балам бар. Екеуміз Ақтөбеге кірген кез. Бірінші, дос баламды сипаттау жіберейін, түсінікті болу үшін. Ірі жігіт, сақалы бар, әдемі қылып сақалын өсіріп алған, шашы кроп, ірі келген, кішкене қабағы қалың сондай жігіт қой. Төрт баласы жер, алтыда бір машинаның телефон шығып отыр, қысып кетті ғой, короче. Мен жанында отырмын, рөлде ол отыр. Боковойнадан қараймын, анау дейтін боқтап отыр ғой, кәдімгі бар ғой. Ананың боқтағаны аузынан естіліп отыр ғой, маған бар ғой, ананың сөйлегендегі бар ғой. Сөйтті де, короче, дос баланың түрін жаттап алдыңдар ғой. Сөйтіп кетті, ана боқтап бүйтіп отыр да, неден қарағанда. Кипиш бақырып отыр. Айнадан қарадым, айвал ғой, бертақ қой. Қалада анау бір үлкен бірдеңе болып шығып, таяқ жеп отырсаң қиын ғой енді. Не болады екен деп боковойнадан қарадым, анау да басы кетті де, біздің қасымызға жақындады да. Маған дос балам машина айдап кетті де, қарады ғой анаған. Мен де қарап тұрмын ғой бүйтіп. Ананың сақалын нөң бар ғой, қорқынышты кішкене. Менің бетім шырам енді. Рөл өдіп тұр ғой. Ана бағада ақайламаған адам сияқты өтіп кетті ғой қасымызда бар ғой. Ана жердегі ақайлаған басқа адам болып болды ғой. Жақсы. Шырам мен сақал құтқарып кетті. Кеттің бе не? Болды, бұрадан жол. Ендігі кімнің оқиғасын айтасың сен? Өзіңнің, либо досыңдікін айтуға болады. Так, короче, енді мен мына жерде енді КВНщик емеспін ғой енді. Жалғыз дейсің ғой да. Келіп жатқан адамдардың ішіндегі бір юмордан алыс адаммын ғой мен. Кішкене андай. Не обязательно ол, бәрі күлдіру бар ғой. 2 жылдан бері өшім таргетологпын ғой. Бірінші таргетолог болдым ғой. Еще сен дейтін бар ғой. Бірдеңе топ фрилансерге кірдің ғой сен баяда. Айтты көрсеттің ғой. Өшім. Forbes сияқты бар ғой. Сондай топа деньги. Қазақстан бойынша ғой. Қазақстан бойынша. Мынандай история айтайын. Необычный деймін бе. Короче, Астанада оқудамын. Коворкинг бар, Астана молда. Жалғыз жер коворкинг сияқты сол кезде. Манады коворкингте жұмыс жасайтын жер ғой. Сол коворкингте түсінген адам құсап отырғаным ше. Анау не ғой деп. Неше түрлі нелерге қатысам андай. Мастер-класстар бар да, сол кезде енді шығып жатыр. Жұрттың бәрі таргет жібереді, мастер-классқа. Соған барам, күн сайын адамдармен танысам. Танысып жүре берем. Бәріне номеріңді бере бересің ғой. Мен осындай дизайнермін, таргетологпын, осындай көмектесе аламын саған деп каждый адамға танысам ғой. Мен уже басында зажатый адам ғой, андай ешкіммен сөйлеспей интроверт. Ана қырғынына қатысып, уже андай активный болып кеттім. Ашылып кеттім. Солай біреулермен танысам, сосын бір күні маған. Короче, 100 миллион бірталай адаммен танысып тастағанмын ғой енді, бәрі рекомендовать етеді, анау біреулерге жұмыс жасадым. Содан кейін бір күні түнде бірде біреу звондайды ғой.
Сол мана коворкингте отырмын, еще түнгі 3-ге дейін отырамын ана жерде. Тегін беріп қойды маған бір жігіт өзінің мессін. Мессін да. Уточнить етіп отырайық. Бір жігіт тегін беріп қойды дейтін әңгіме бар. Сол тем более басқа ел жақта қалада. Маған звондайды түнде. Брат, қалайсың? Сенің номеріңді біреуден алып едім дейді. Сен қайда коворкинг дейсің ба дейді. Иә деймін. Есік алдына, жоқ, есік алдына шығасың ба дейді маған. Сөйлесейік деп едік деп. Мен айтамын, коворкинг көтерілші жоғарыға. Жоғары көтерші, отырып сөйлесейік деп. Жоқ, оны былай айтатын әңгіме еді негізі, ол кішкене қалай болады екен деген сияқты айтады маған. Сосын мен оны не зат деп, манағыдай подозревать етеді. Сосын жақсы деп төменге түсемін ғой. Түнгі 1-де ешкім болмайды, манағы астана болды. Мен закрывать етіп шығамын охранниктермен бірге. Ана жігіт келіп тұр, бір жігіт, үлкен жігіт, манағыдай ірі. Айтады, брат, осы сен таргетпен айналысасың ба, мана Google реклама бар емес па? Мысалы, любой кино сайтқа кіргенде жанында реклама толып кетеді ғой. Мен мысалы сондайлар жасай аламын да. Сол маған келеді айтады ғой. Короче, мен бір үлкен ағалардан кетіп тұр едім. Сайтты білесің ба дейді ғой маған. Қай сайтты? Қыздар. Сол қыздарды бар ғой, рекламировать ету керек дейді ғой маған. Кино сайттарға шығу керек, жандарына бар ғой. Сосын тағы да қырғын сайттар бар ғой, неше түрлі, соның бәріне шығару керек дейді ғой маған. Қанша сұрайсыз, сонша береміз. Не сияқты? Оларда не ғой, былай айтқанда үлкен компания ғой, жаман болса. Жаман болса да, соны айтамын я. Нормально. Болғанда қыздар нет бүйтіп танымайтын еді. Короче, сол жерде айттым, рахмет, типа, мен ондаймен айналыспаймын деп. Қанша ақша берсең де енді басқа адам тауып алыңдар деп. Жоқ, қанша ақша берсең де мен саған беремін, давай істейік деген әңгіме негізі ойландырады ғой да. Так, менде мындай история болды. Бала кезде аулада футбол ойнап отырамыз. И футболға қатты беріліп кеткенбіз ғой. Прям қатты ойнап отырдық та, енді допқа қарай бір момент болды, допқа қарадым да, жүгіріп кетдім. Қарама қарсы бір допқа қарай жақындай бергенде, қарама қарсы бір қара силуэт көрінді ғой. Допқа жақындадым и вспышка жанды ғой. Дос баланың тісі басыма соқ, басым жарып тастап тұр ғой. Тісі қалып қойған жоқ қой. Бір апта болды ала алмай ананы. Что ұмытылып қойды. Мен тағы бір қысқаша оқиға айтып жіберейін, короче. Осы Құлсарыда болған оқиға. Телефонымызды тастайық. Сөйтіп, короче, 7-ші ауылда Аружан дейтін жақты білесіңдер ғой бәрі. Аружанды көрдіңдер ғой. Дейді ғой. Сөйтіп, короче, түнге қарай шашлик жасады балдар. Шашлик жасады, өзіміз балдар болып, дос балдар. Қасымда Сико дейтін жігіт бар, сосын Пито дейтін жігіт бар. Екеуі де шаш қияды, как раз. Сөйтіп, неге жаяу айтқанымызды білмеймін, 7-ші ауылдан 3-ші микрорайонға келдік жаяу. Енді бізге былай көше жақпен алыс болды да, біз 5-ші микрорайонға қарай, ана 5-ші микрорайон мосты бар ғой, сол үйдің арасымен өтесің ғой, қап-қараңғы да қазақ үйдің арасымен келдік, короче. Еще биттің қасына өтесің. Битке жетпей, мынақта үйлер ғой, 7-ші ауылдан. Әлі 5-ке қарай өткен жоқпыз. Қараңғыда келдік. Уже мен иттен қорқамын, короче. Итке танып қалдық кезінде, кішігірім. Одан кейін итте страх болып қалды, короче. 7-ші ауылдың іші ғой, дейтін иттер қаптап жүреді ғой. Мен ортада келтірім, мынақта Сико келтір, мынақта Пито келтір, Пито келтір мынақта. Келтірік бір кезде итті уже толып бастады ғой, жан-жағымыздан бар ғой. Айтады ғой, сен қорқсаң, қорыққаның сезеді дейді ғой. Барынша ішіне қорқпай кеттім, сол шын шығарды, қорқпай кеттім енді. Бір кезде енді қараңғы сүрініп қаласың, свет жоқ, дым жоқ, тастай қараңғы ғой. Сондай момент. Толып кетеді. Осы мына жақта кеткен Сико дейтін бала, Сико дейтін бала телефон шығарады да, вспышканы қосады да, жерге түсіреді ғой. Осын уже иттер жәләп кетті, толып кетті уже ғой, бет андай жерде тұр. Толып кетті, қорқып кеттік бәрі үшеуміз. Телефон вспышканы жағады да, бет жан-жағын қарайды, неше жүр екен уже. Не болу керек қой енді, білу керек қой. Қашқанда қай жаққа қашасың деген сияқты ғой. Соны біле болсын бет жағады. Ана қасындағы Пито ол жәмен қорқып кетір, менен де қатты қорқып кетір. Ана сөйт жақып кетір. Өз жағында кішкене алыстау болды. Иттер алыстау жақта болды. Пито жақ қарай жаққанда, иттер кішкене Питоға жақын жақта болды, короче. Сөйтіп, өз жағына жақты да, сөйтіп, ана иттерге жақты да, мынаққа жаққан қарағанда, мынаққа больше ұзақстап қалды сөйтті бар ғой. Аналар, біз қорқып кеттік қой енді. Пито қойды да, жаққа бетіне! Жаққа бетіне!
әлі жүртеді. Содан кейін ана жерде сол жерден біз мана қорқып тұрған баратын жерімізге шейін ана иттерді ұмытып кеттік. Күлкімен бардық қой бірге. Короче, Атырауға КВН-ге бардық. Атырауға КВН-ге бардық. Батыс орталық лига дейтін болды. Атырау қаласында. Сонда бардық. Команда Шакират бар, Абылай бар, мен бар, Әсет дейтін бала болды. Бардық. Финал ойнадық. Чемпион болдық. Батыс орталық лигасы чемпион болды. 250 000 теңге ақша алдық. Сөйтіп андай дерзкий настроениемен шықтық қой енді. Шықтық та пешеход ештеңе қараған жоқпыз. Алдық та бастық қой чемпион болғансың. Тырт дейді мен дұрыс болған ғой. Енді түсіндіріп жатыр ғой біздер Құлсардан келдік, осындай жарысқа келіп едік, ай өтпеңіздер, білмей қалдық деп жатыр. Бізде ондай жоқ қой. Бір кешірім беріп жіберіңіздер. Қатаяды ғой, жоқ, конкретно ішке барамыз дейді ғой. бәрін салып Ішке барып тұрық. Андай сөйлесіп жатырық. Жібермейді. Біз мына жақта әлі сөйлесіп жатырық. Бір-бірлеп. Нормально, бір-бірлеп алып кетіп, фото түсіріп жатыр. Былай тұр деп. Брат деп қалып жатырық қой. Сосын атын айтайын ба екен? Сағызда бір брат бар. Сол милиция болып істейді. Біздің команда Абылай үлкен браттар ғой біздің алдымызда. Олар Сағыз КВН командасының ойыншыларымен жақсы араласады, таниды. Сосын айтты ғой. Короче, соғып жатырмын. Қазір келеді, түспейміз фотоға. Отметка бермейміз, отпечатка бермейміз сендерге. Анау деп қатайып қалдық қой бізде. Давай күтіңдер онда келсін деді ғой. Кіріп кетті ана брат енді. Действительно бар ғой. Атырауда полный ұстап тұрған адам кіріп кетті. Қайсы біздің балдар қайда? Че там не отыр? Каз деп кетіп қалды. Бәріміз уверен тұрып қалды. Шығып кетеміз уже. Мазым бер сөйтеміз деп уже андай ситуация. Не қорқатын бар, дым ештеңе істемейді. Кел фотоға түс, отпечатка берші. Сосын кетеміз. сосын фотоға кетіп қалдыңдар осы историядан сразу жалғастырып кетейін. Осындай тема менде де болды. Мысалы Астанада тоже мана ғой супермаркет посылка деген бар ғой қазпочтаның. Содан келатырмын бірдеме алып қоятын Китайдан заказ берген жатырмын. Соны алып қоятын жаяу келатырмын. Алматинский ровд дейтін бар, Алматинский районның. Соның қасынан өтіп жатырмын. 40 адам шорып жатыр ана жерде. Екі жігіт жауысып кетеді ғой маған. Типа манағыдай гражданский еңбек болған еще. Екі жағынан екеу ұстап алады да, бет сразу бар ғой. Жүр деп бар емес пе? Сразу ровдға тық жүреді ғой мені алады да. Дым қатысы жоқ. Дым қатысы жоқ, просто театр болса. Дым объяснение жоқ. Вообще кәм алады да бүйтіп кіргізеді, алып кетеді. Ана экспо ойында жатқан кезде 2017-те айтты. Сол кезде адамдарды, адамды қатты бомждар. Бомждарды Көкшетауға апарып тастайды дейсің бе? Бомж жоқ деген. Барам андай следовательдер бар емес пе манағы? Следактар. Соның кабинетіне кіргізеді. 40 адам жинақ қойған. Ішіне кілең нелер жинақ қойған. Наркоман. Неше түрлі адам отыр ана жерде. Мен айтамын, брат, мен не істеп отырмын? Мен нормальный адаммын деймін, брат. Сен көмектесіп жүрші бізге дейді. Бір кезде біреу келді манағыдай. Манағы не заявление жазған ғой, короче. Ұры түсті анау мынау, осындай. Мені подозреваемый қылып жүріп тұр ғой ана жерде. Короче, жарты сағаттан кейін манағы адам келеді, заявление жазған адам. Оған минимально 7 адам ба, 6 адам ба болу керек екен. Сондай бірдемесі бар. Сондай адам алып келу керек олар. 5 адам жиналып алып тұр, 6-шы керек. Мені как раз міне мынауға деп кіргізіп алып тұр ғой мені. Осы. Сосын тұрыңдар дейді де, есік алдына шығарып, короче, кабинеттің алдына шығарып, мана адам келіп тұр, әйел адам ба, фотоға түсіріп алды да, сосын сұрайды, мынау ма дейді. Жоқ дейді, мынау ма дейді, жоқ дейді. Күшті ғой да, өзі ядық қойса ғой да. Ядық қойса кетті. Сосын рахмет, давай деп шығарып жіберді. Давай, жақсы. Мынау ма деген саған келді ғой, мынау ма деді. Жоқ деген деймін, уф дедім. Уф дедім ма, конечно. Мындай болды. Айтасың ба? Ачу. Маған қарамаңдар. Мындай болды. Мен ведущиймін. Мындай болды, короче. Енді бөлек шығып, өзім Семейный болғаннан кейін. Бөлек шықтым отбасымен. Осы үйге дос-балдар келеді ғой, мысалы. Дос-бал, 2 дос-бал келді. Кетқан мен білем. Мен айттым, давай. Осы екеуіне пранк ұстайықшы дедім ғой. Кемпір ондайға қарсы вообще. Маған интересно ғой, аналар реакциясы қандай болды. Маған да қызық. Мен істеймін, короче, 2 рет істедім соны. Анау
қатты жыртып жібергенде екі дос бала келді. Кішкентай қызыммен үлкен залда отыр ғой, қазір шай дайын болады. Шай ішіп алайық та контрға шығып кетейік дейтін тема ғой енді. Иә. Келді, залға отырып алды, мен кухняда бастадым ғой. Қалай шай құймаймын? Дос балдарым келіп тұрған жоқ па деп. Кейбірде қызып кетеді ғой. Андай жер камера бар. Түсініктірме. Ал дейсің ба, шаршап тұрған жоқпын ба, күн жаққа бала қараймын. Түнде келіп шай бермейсіз, контрға бара бермейсіңдер ма деп. Қума деп бар ғой, бірдеңе ляқты дув деп. Балдар жұқсы жүрген бар ғой. Кіріп кеттік, жартылып жүріппіздер бірақ. Андай келіншегім бүйтіп жатыр, жоқ. Болды деп па? Еще балдарға қарап кетемін ғой. Қайсы деп. Досым, нормально. Таста. Қумаш, отыр шай ішеміз, на принципке шай ішіп кетеміз осы. Екеуі қызым қасында отыр. Бұрынғыдай емес уже. жұмсақ болып Бастапқы көңіл күй жоқ. Бүйтіп отырады ғой, бүйтіп қалды. Ыңғайсыз отырған ғой, аллаға қара ғой. Осы келіншегің тағы сөйтіп, бұл чеш, мен саған айтып тұрған жоқпын ба деп. Шайнюк қой деймін мен саған деп. Досым, нормально, керек емес дейді. Дауыс шығады уже. Қазір қумандар, отырыңдар деп, мен уже аллаға да найыз беріп жатырмын бар ма. Нормально досым, шыға береге, шығайық, уақыт болып қалды деп жатыр. Өтірік ойнап отыр. Ана келіншегім де андай ғой, шаршап тұрғанда шай ішейік деп, сырттан бірдеңе жей қоймайсыңдар ма деп. Осы камераның алдында жайлап есікті ашып бүйтіп түсіріп жатсам, екеуі қызым ойыншықтарын ойнап баталар ұялғандан ба. Натура айтам, екеуі ойыншық ойнап отыр. Бүйтіп бардым, уаа деп. Еба, мал. Анаға мен де ілініп қалатын едім бар ғой. қатты Олар еще, оған ол пранкке қызығып, келесі күн тағы бір үшінші орын алып кет. Біз ананы алып кеттік, сен соған да пранк істеші, давай. Олақталған ба? Бала күнімізде, енді әкем ішетін болды. Қазір ішпейді. Дұрышында намаз оқиды деген сияқты ғой. Ағам екеумізге мама айтып отыр, типа, болды, әкелеріңмен не істеймін. Мама да бізге пранковать етіп іліп жүр ғой бізді. Короче, андай реакция болады, баланың реакциясын көрейінші деп бірдеңелер айтып қарайды. Не айтады екен осылар? Тексереді ғой. Тексереді ғой, родной, сондай ғой. IQ-ін тексереді ғой. А так ол кезде, давай деп ажырасып кетпейді ғой енді. Сол сөйтіп бізді ілген ғой мама. Екеуміз үйде жылап жүрік. Жоқ, бізге папа керек деп. Мама айтады андай. Жоқ деймін, болды. Іше береді, бірдеме деп бар ғой. Мен барам андай есік ашып жібергім келіп жүр ғой. Мен пақам баласымын негізі. Мен жынданып жүрмін. Брат жылап жатыр ғой андай. Жоқ, керек емес, мама, жоқ, анашым, өйтіп істемей қойайықшы. Папа жақсы, бізге папа керек деп жатыр ғой енді. Мама андай нені қосып жіберіп тұр ғой. Ключевой сөздерді. Давай үшеуміз бірге кетіп қойып, папа өзімен өзі қалсын. Сендерге мен шоколад алып беремін. Ол кезде білмеймін, коржик дейтін досым. Біздің заманымызда коржик дейтін бар ғой. Лакынка дейтіндер ғой. Досым анау бар ғой. Білмеймін, үй жақта магазиннің коржигі бар ғой. Анау дейтін күй жоқ. Ананың албасында көшеге шығасың ғой, бәрі көру керек сен коржик жеп отырған. Сол айтады ғой, мен көнбей тұрмын. Коржик шоколадқа нетіп тұрған жоқпын. папаңды айырбастап жатқан жоқсың. Шоколад алып беремін, сок алып беремін, коржик алып беремін деп жатыр ғой. Жоқ, мен папаммен бірге боламын деп жатырмын ғой. Братың алды дейші. Сен не істейсің деп еді братқа. Қасына бір банан қосасың ба? Қасына бір банан қосасың. Еще сол банан жеп жатса, Шакира топырақ шашып жүрсе. Сонымен біздің подкаст аяқталды. Қонақтар өзінің бастан өткен қызықты оқиғаларымен бөлісті. Бұл неге тар подкаст деп ойласаңыздар, біз төртеуміз қыстырылысып отырық. Негізі 3 адамдық диванда 4 адам тарылып болып отқасын жерде тар подкаст деп сондай қудыртып жаңа құттай құйтырқылағанымыз бар. Тар подкаст қой, жақсы арады. Тар подкаст деп атын қойдық. Шақырғаныңа көп рахмет арады. Сендерге де рахмет. Қолын ала берсең. Осындай нәрсе бар ғой, жігіттер, міне. Жоқ, осындай нәрсе күшті. Дами берші, родной тек. Рахмет.